Сезондық аллергиядан шаршадыңыздар ма? Аллергияға қарсы спрейлер, тамшылар және таблеттілер ол аллергияның симптомдарын уақытша ғана басады да кейін қайтадан қайталай береді. Сезондық аллергиядан толықтай құтылуға болады. Ол үшін бар болғаны мына 4 амалды жасауымыз керек. Ең бірінші жолы ішектерді тазалауымыз керек. Ол үшін смекта, энтерозгел, полисорб, активирумный сияқты сорбенттерді бір апта бойына ішіп, ішектегі улы заттардан, аллергендерден толық тазартамыз. Сосын хилакфорте, линекс, лактон, нормобак, энтерожермин сияқты пробиотиктерді 40 күн бойына ішіп, ішектегі микрофлораны толық қалпына келтіреміз. Сол кезде ғана иммунитет жоғарылайды. Екінші жолы бауырды тазалап емдеуіміз керек. Ол үшін бауырға зиян келтіретін, бауырды зақымдайтын тамақтардан бас тартып, керісінше бауырға пайдалы көкөністерді, жеміс-жидектерді көбірек қолданамыз. Ал егер бауырда қабыну болатын болса, бауырда май басу болатын болса, онда толық емдейміз. Себебі иммунитетті бірден бір қалпына келтіретін, жоғарылататын ағза ол бауыр. Үшінші жолы стресстен, депрессиядан аулақ болуымыз керек. Себебі стресс, депрессия кезінде кортизол гормоны көптеп бөлінеді, иммунитетті тұншықтырып басып тастайды. Ол үшін валидол, валерианка сияқты тыныштандыратын дәрілерді 15 күн бойына ішеміз. Төртінші жолы аллергия тудыратын заттардан қашуымыз керек. Егер біз цехта, заводта, құрылыста және жүн өңдейтін жерде жұмыс істейтін болсақ, сол жерде аллергия бере беретін болса, онда жұмысымызды ауыстыруымыз керек. Ал үйдегі иттен, мысықтан аллергия берсе, онда олардан құтылуымыз керек. Ал егер аллергия қандай да бір өсімдіктің тозаңынан беретін болса, сол өсімдіктің гүлін суға қайнатып, басында өте аз мөлшерден бастап бірте-бірте көбейтіп ішеміз. Сол кезде ғана ішектің кедергісінен өтіп, ағза оны қабылдайды. Сөйтіп аллергия басылады. Осы ақпарат пайдалы болса, маған жазылып, лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Аман сау болайық.